Біздің ғалымдар айтады, бір адам баласына Аллаға құл болудан артық бақыт жоқ дейді. Түсінген адамға Аллаға құл болудан артық не жоқ? Бақыт жоқ. Себебі біз не айтамыз? Ашхаду ан ла илаха илlalloh ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Алладан өзге тәңір жоқ екеніне куәлік етемін, және Мұхаммедтің Алланың құлы және елшісі екендігіне не қыламын? Куәлік етемін. Алланың ең керемет Мұхаммед пайғамбарымызға берген сипаты не деп айтады? Мен құлымды деп айтады. Құлымды. Біздің ішіміздегі ең керемет адам кім? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам деп сенеміз. Алла соны не деп атаған? Менің құлым деп атаған. Сондықтан түсінген адамға Аллаға құл болудан артық бақыт жоқ. Сол үшін сахаба Али радиаллаху анху не дейді? Я сен тек Аллаға құл болып өтесің, болмаса Алладан басқа барша нәрсеге құл болып өтесің. Екі-ақ вариант бар. Екі-ақ нең бар? Таңдауың бар. Шынайы Аллаға құл болып өтесің, я болмаса өмір бақи басқа нәрселерге, әйелге, дүниеге, тағы басқа шегі жоқ нәрселерге не болып өтесің? Құл болып өтесің.